Сырбай Мәуленов 1922 жылы 17 қыркүйекте Қостанай облысы Жангелдин ауданында дүниеге келген. Туған өлкесінде орта білім алып, одан кейін Қызылорда педагогикалық институтында филология факультетінде оқыды. 1940 жылы Қызылорда педагогикалық институтының 2 курсында оқып жүрген кезінде Қызыл армия қатарына шақырылды. Сол жылдың аяғында ол ауруына байланысты әскери қызметтен босатылды. 1943-50 жылдары Мәуленов Қостанай облыстық газетінің редакторының орынбасары міндетін атқарып, кейін Жазушылар одағының кеңесінде жұмыс істеді. Онда Қазақ әдебиеті республикалық әдеби газетінің бас редакторы болды. Сондай-ақ Жұлдыз республикалық әдеби журналының бас редакторы болып қызмет атқарды. Сырбай Мәуленовтың алғашқы өлеңдер жинағы 1948 жылы жарық көрді. Содан кейін 30-дан астам поэтикалық кітабы басып шығарылды. Сұм соғыста бір қолын жоғалтып жарақат алса да, ақын 58 кітап жазған екен. Соғыс тақырыбына көп қалам тартқан Сырбай Мәуленовтың көптеген еңбектері орыс тіліне және КСРО халықтарының тіліне аударылды. Солардың ішінде кеңестік жазушы баспасында жарық көрген «Новая весна», «Синие горы» және тағы басқалары. Аударма саласында да ақын жемісті еңбек етті. Ол Пушкин, Лермонтов, Некрасов, Ломоносов және бауырлас республикалардың бірнеше көрнекті ақындарының өлеңдерін аударған. Сырбай Мәуленов туған жеріне, табиғатқа үлкен құрметпен қарайды. Сол себепті ақын шығармаларында отан қай жерде болмасын адаммен бірге жүретін, аспанда қалықтаған қарлығашпен байланыстырады. Қорыта айтқанда, Сырбай Мәуленовтың әдебиет әлемінде алар орны зор. Оның сырға толы өлеңдері мәңгі халықтың жүрегінде.